Ассалаумағалейкум баршаңызға. Өткен видео 10 лайк жинаған екен. Қолдауларыңызға рахмет, сіздерге алғысым шексіз. Бүгін сіздерге финансовая подушка безопасности туралы айтатын боламын. Бұның маңыздылығын Бодо Шефер «Путь к финансовой независимости» кітабында айтып кеткен. Яғни, әр адамда артық жинаған ақшасы болу керек. Кемінде 3 ай, 6 ай, тіпті 1 жылдық өмір сүретін прожиточный минимум дейді ғой. Яғни, осынша уақытқа жететін артық ақшасы болу керек. Осылайша өмірдегі қиын сәттерді өте жеңіл өткізуге болады. Бизнестегі банкрот, жұмыстан шығарып жіберу, аяқ асты ауырып қалу секілді өмірдегі жағдайлардың алдын алады. Және одан бөлек адамға еркіндік сезімін береді. Маңызды емес, сіз жалақыға жұмыс істейтін адам болсаңыз да, бизнесмен болсаңыз да, бұл өмірде сынақтар көп болады. Сол сынақ кезінде за выживание өмір сүру үшін адамдар кез келген табылған жұмысқа кіруге мәжбүр болады. Ал финансовая подушка безопасности жинап қойған адамда 3 ай, 6 ай, немесе 1 жыл уақыты болады. Бақандай 1 жыл, Карл. 1 жылда адам тіпті жаңа жұмысқа тұру былай тұрсын, жаңа кәсіп бастай алады. Сіз қиын жағдайға түскенде қарызданып көрдіңіз бе? Ондай ханның да қызында болады. Өзгелерге қарызданғанша артық жиналған ақшаны қолданып, өзімізден қарыз алғанға не жетсін? Қаржылай тәуелсіздіктің алғашқы сатысы финансовая подушка безопасности жинап қою. Ал оны жинау үшін алдымен мен өткен сабақта айтқандай, сначала заплати себе әдетінің қолдану керек. 3-4 сағаттық тойға 3-4 миллион теңге құртатын қазекеңдерге 3 айлық финансовая подушка безопасности жинап қою қиын болмайды деп ойлаймын. Адам бір нәрсе қаласа амалын табады, қаламаса сылтау табады, деген екен ежелгі грек философы Сократ. Видео ұнаса лайк басыңыз, қазақша контенттегі YouTube каналды дамытқыңыз келсе, достарыңызға осы видеоны тарата отырыңыз. Қайта көріскенше сау сәлеметте болыңыз.